Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде басты тақырып және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Европа нарығында газ бағасының өсуіне байланысты минералды тыңайтқыштарға сұраныс жоғары. Сол себепті отандық өндірушілер экспортқа бетбұрыс жасап жатыр. Сонда отандық диқандардың жағдайы не болмақ? Көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыруды әдеттегідей ақпан наурызда емес, қаңтардан бастауды ұсынып отыр екен депутаттар. Толығырақ бағдарламамызда айтатын боламыз. Қайырлы кеш дейміз. Студияға келіп отырған қонағымыз таныстыра кетейін. Ермек Әбуов мырза, фермерлер одағы төрағасының орынбасары. Қош келдіңіз Ермек аға студиямызға. Енді жаңа ғана жаңалықтарымыздан беріп жатырмыз. Бүгін Ауыл шаруашылығы министрлігіне бірнеше фермерлер барып, өзінің мұң-мұқтажын айтты деуге болады. Бірақ министрлік тарапынан бұл кісілермен әлі күнге дейін, дәл қазіргі кездің өзіне дейін 2,5 сағаттан асты уақыт келіссөздер, пікір алмасу, кездесу жалғасып жатыр. Дәл сол азаматтардың қасында болған оқиғаны көзімен көрген біздің журналистіміз Саят Ермек бізбен телефон арқылы қосылып тұр екен, мүмкіндік болса тыңдап алсақ. Саят, қайырлы кеш. Кеш жарық. Фермерлердің негізгі талап арызы қандай болды? Фермерлер бүгін шынымен де министрлік ғимаратының алдына келді, арыз талаптарын бізге ең алдымен журналистерге жеткізді. Оларда ең негізгі мәселе бұл жем-шөптің қымбатшылығы. Сөздерінше жем-шөп бар, тапшылық жоқ, бірақ бағасы удай. Бір фермер айтты, бір шөптің бір орамын 18 мыңға алып отырмын, айына барлық малымды асырау үшін 500 мыңға жуық ақша керек дейді. Бұл 500 мыңды табудың өзі оңай емес, 4 балам бар деп шағынып отыр. Енді бірі ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің жұмысына көңілдері толмайтындарын айтады. Не қуаңшылықтың салдарын реттесін, не орнын босатсын, отставкаға кетсін, басшылыққа ауыл шаруашылығынан хабар бар, жақсы маман келсін деп отыр. Одан қалды фермерлер төтенше жағдай, Маңғыстау облысында төтенше жағдай жариялауды сұрайды. Сонда ол фермерлерге қаржылай қолдау қолжетімді болмақ, өйткені субсидияның шарапатын көріп жатқан жоқпыз дейді. Ал шаруаларға қандай да бір көмек қазір көрсетілмесе, Маңғыстаудың малы биылғы қыстан аман шықпайды деп налып отыр. Ербол Қарашөкеев болса не деді? Ол кісі айтты, төтенше жағдай жариялай алмаймыз, себебі жариялау үшін қандай да бір талаптар, ережелер бар. Бұл ережелерге Маңғыстаудағы ахуал сәйкес келмейтінін айтты, бірақ үкімет резервінен ақша бөліп фермерлерге көмек көрсетуге тырысамыз деп уәдесін үйіп төккен жай бар. Әдеттегідей құрғақ уәдені үйіп төкті, тура жазда да солай айтқан болатын, тек жауабы ашынған шаруаларды қаншалықты қанағаттандырды, біз бұны біле алмадық, өйткені отыра берсек әлі 2 сағат отыратын жайымыз бар. 2 сағаттың көлемінде мәселелер өте көп. Сондықтан мәселе біздің бақылауымызда, Мейрамгүл. Түсінікті. Көп рахмет, Саят. Министрліктің тарапынан бірден жауап берілді ма? Аталған мәселеге біз жаңа сюжеттен байқап қалдық. Біраз уақытқа дейін фермерлер кіре алмады, министрлік? Фермерлермен келісім болған екен. Қарашөкеев оларды министрлік ғимаратын өзі шақырса керек, бірақ журналистердің келетінін шенді-шекпенділер білмеген, және прессаны кіргізбейміз деп ана жерде кәдімгідей кептеліс болып қалды. Ал фермерлер болса, прессасыз біз кірмейміз, кездесуге бармаймыз деді. Сол жерге бізді тіркеп, әйтеуір ішке кіргізді. Бас аяғы қанша фермер жиналды бұл жерге? Және бұл фермерлер жаңа сіздің сөзіңізге қарағанда Маңғыстау өңірінен келген азаматтар ма, кәдімгі фермерлер? Маңғыстау облысынан өңірінен келген фермерлер бар. Жалпы 20-30 шақты адам жиналып деп айтуға болады. Яғни бұл кездесу бұған дейін келісілген екен Қарашөкеев мырзаның жеке өзімен. Сондықтан министрлік барлық сұрақтарға жауап берді. Министр ол жерде әркім сөз алып, әркім сұрағына жауап алды. Бұл жағынан ешқандай проблема болған жоқ деп айта аламын. Бірақ жауаптың сапасы енді ойланарлық жай. Түсінікті. Көп рахмет, Саят, ақпаратыңыз үшін. Көп рахмет. Ермек мырза, өзіңізден сұрағым келеді, жаңағы мәселеге қатысты. Ол мәселе сіздердің де қарауларыңызда шығар, білесіздер ол мәселеге қатысты. Пікіріңіз қандай? Әрине, мынау субсидия мәселесі ол бүгінгі күні туындап отқан мәселе емес.
біздің де тарапымыздан мына орталық органдарға хаттай, ауызша да қанша ұсыныстар жолданған болатын. Өкінішке орай, мен қазіргі кезде мысал ретінде айта кетейін, елімізде 278 мың агроқұрылым бар, әртүрлі. Оның ішінде қазіргі айтып отқан субсидияға байланысты шаруалардың 15%-нан аспайды. Алып отырғандар, субсидия алып отырғандар. Субсидияны. Ол дегеніміз не? Негізінен ірі шаруашылықтар. Сондықтан да жаңағы фермерлердің жан айқайы бүгінгінің жан айқайы емес ол. Қашаннан бері айтылып жатыр. Сондықтан да бұл мәселені шешу керек. Түбегейлі шешу керек. Субсидия мәселесі. Субсидия мәселесін. Көзқарастары дұрыс болу керек. Неге біз айтпаймыз, ірі шаруашылықтар алмасын деп, алсын. Но орта буынды, кіші буынды шаруашылықтарға да қол жетімді жасау керек. Мен жаңа қуаңшылық туралы айтып кеттіңіздер ғой. Енді бәрі білді. Биылғы жылы егіннің шығымы аз болды. Малдың азығы аз. Сондықтан да ақша екі облысқа бөлінді. Маңғыстау мен Аралға. Арал өңіріне. Ал енді жетпейтін болса әр жағынан жергілікті атқарушы органдар бар емес пе? Сұрамай ма? Олар халықтың қамын ойлау керек еді ғой. Сонымен қатар мал азығына қатысты бұл мал шаруашылығының қағидасында жазылған жергілікті биліктен деп. Сол субсидия қарастырылады деп. Өкінішке орай бұған биылғы жылы қуаңшылықты көп ескеріп отқан жоқ. Көп облыстарда бұл іске асып отқан жоқ. Ақтөбе облысында жақсы ақша берілді, қаражат уақытында берілді деп ойлаймыз. Солай барлық облыстарда уақытында берілетін болатын болса, ақша қазіргі сосын фермерлердің бәріне қол жетімді болса, неге олар әлгі жан айқайға салады? Бәрі жетіп тұрса. Ол өйткені ертең қыста малын алып шыға ала ма, шыға алмай ма? Ол үлкен сұрақ. Сондықтан да мынау жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, министрліктер, министр мырза бәрін айтты, түсіндірді деп, енді уақыт көрсетеді. Ермек мырза, осы жерде жаңа сұрап жатыр, Маңғыстау өңірінен арнайы келген ба деп фермерлер, бірақ әріптесім айтып жатыр, сол өңірдің азаматтары, фермерлер арнайы келген кездесуге. Енді осы жерде ол кісілердің талап етіп отырған төтенше жағдай жариялау, сол арқылы өлген малдың құнын қайтару, қазіргі жем-шөп мәселесін көтеріп отыр. Бір ғана субсидиямен бұл мәселені шешуге бола ма? Мысалы, есіңізде болса, мынау жем-шөп тіпті тегін жіберіп жатқан азаматтар да болды, бірақ оның бағасына қатысты ешқандай бір нарықтық реттеу жоқ. Мүмкін ба жалпы мұның реттеу? Қазір жалғыз субсидияға әлгі тіреп қоюға болмайды. Өйткені мынау биыл қуаңшылық болды. Кім кепіл береді келесі жылдары қуаңшылық болмауға? Қазгидромет 3 жыл болады деп отыр. Сондықтан, бұл біздің де тарапымыздан бірнеше жазылды да, айтылды да, жергілікті атқарушы орган бар, орталық органдар бар, біздің ғалымдары бар, білікті мамандар. Осы сол жердің табиғатын ескере отырып, шөп өсіруді қолға алу керек. Малдың азығын. Мен енді ол бәрі айтады ғой, барлық жерде өспесе де, өсетін жерлері бар ғой Маңғыстаудың. Жер асты суларын зерттеу керек, суармалы жерлерді пайдалану керек. Солай малдың азығын дайындау керек. Мына сырттан әкеп берген малдың азығы ол азық болмайды. Сондықтан да өздерінің ішінде соны әкімшілік жаңа айтып отыр, бәрі жұмылдырып, бір күш болып, осы мен күзде барып қайтқан кезде сонда әкімшілік тарапынан болды, шақырып жатырмыз, білікті мамандарды, солар іске асыратын болады деп. Бірақ та біз қазір нәтижесін көріп отқан жоқпыз оның. Өйткені жұмыс атқарылып жатыр ма? Ондай ақпаратқа бізде жоқ. Өйткені жаңа өзіңіз айтып отырсыз, 3 жыл қатарынан әлгі құрғақшылық болады деп. Оның алдын алу керек қой. Жарайды, мен айтсам, Маңғыстау облысында жемен тапшы. Өйткені ол жерде әлгі егін шаруашылығымен айналыспайды. Но шөпті қолға алуға болады. Барлық жерде болмаса да кейбір аудандар бар ғой.
жер асты сулары бар, соларды пайдаланып, малдың азығын қолға алған жағдайда ғана сонда малдың басын көбейтуге болады. Сақтап қалуға болады. Малдың азығы болмаса, малдың осындай қазіргі жағдайға кеп соқтырады. Оның өлім болады, оның жытым болады. Сонымен қатар мынау әлгі мысал ретінде айта кетейін, кеңес заманда Маңғыстау өңірінде негізінен қой шаруашылығы мен ит шаруашылығымен айналысқан. Иә. Қырылып атқан малдардың көбі жылқы мен қара мал ғой. Иә. Ол кезде есеп болатын. Ол кезде сол жердің табиғатына байланысты, малдың азығына байланысты сол мал шаруашылығымен айналысатын. Ал қазір мінекей нәтижесі немене болып отыр? Өйткені әр облыстың табиғатының ерекшелігі бар. Соған қарай мал шаруашылығымен айналысу керек. Дұрыс айтасыз, иә. Жаңағы мәселеге бір дүниені қосқым келіп отыр. Мынау Маңғыстау әкімшілігінің тарапынан, сосын депутаттардың тарапынан қолдан жасанды жаңбыр жаудыру бір жобалары болған. Бірақ соңғы ақпараттарға сәйкес ол жоба жүзеге аспай қалыпты. Себебі сол жобамен айналысқан азаматтардың бұл қолынан келмеген көрінеді. Өкінішке орай. Яғни табиғи жауын жаумаса, қолдан жаңбыр жаудыру, бұл өңірде ылғалды көбейту деген технология жүзеге аспайтын көрінеді. Енді тағы бір мәселе. Депутат кеше ғана сауал жолдады. Бір ауыз сөз айта кетейін, табиғи жауынға байланысты біздің тарапымыздан да біраз ұсыныстар айтылған болатын. Мына өйткені кейбір елдерде бар, бұны жақсы қолданып атқаны. Жоқ, сол елдердің технологиясын әкеп көрді азаматтар. Өз қаржысына, бірақ нәтижесі жоқ. Көрді, айтты, сол іске асырамыз деді, бірақ өкінішке орай ешқандай нәтиже болмады. Оны ашық айту керек. Сосын жаңағы субсидияға байланысты. Бұл төңірде ауыл шаруашылығы министрлігіне ашық айту керек. Қанша ақша бөлінетін туралы. Жалпы. Өйткені адам оған бәріне расчет жасайды ғой. Ағымдағы жылға мына облысқа мынанша ақша кетеді. Мынанша ақшаны, бұдан артық ақша бөлінбейді деген. Құр анандай құр сөзбен кейбіреулер шығарып салма сөздер айтады. Болады, келесі жылы қарастырамыз. Ол қашан қарастырады? Ол ақша қазір керек. Уже кешігіп қалды, шын айтқанда, Маңғыстау өңіріне, әлгі ақша уақытында айтты, уақытында бөлін деп, жаз айларында. Мал Маңғыстау былтырда қуаңшылық болып, оны кім ескерді? Оны ешкім ескерген жоқ. Ол былтырдан басталды. Жылда қайталанатын үдеріс болып тұр ғой бұл. Былтыр неге оны ойламады? Түсінікті. Ермек мырза, бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған тағы бір спикеріміз бар. Қайрат Бодаухан мырза. Қайырлы кеш. Енді мына мәселені сұрасам деп тұрмын сізден. Кеше ғана депутаттық сауал жолданды осы мәселеге байланысты. Ауыл шаруашылығын қаржыландыруды наурыз-мамыр кезеңінде басталады, бірақ бұл біз үшін өте кеш. Осы қаржыландыруды ертерек жоспарлап, ертерек бастау керек деген бір ұсыныстар болды. Қалай қарайсыз бұған? Өйткені бұл өзі талай уақыттан бері, көп жылдардан бері айтып келе жатқан мәселесі, әсіресе диқандардың мәселесінде. Өйткені көктемде егістік басталған кезде көп диқандар жаңағы субсидия алуға жүгіреді, көбісінің қаржысы жоқ. Бірақ ол көп жағдайда жаңағы бір жағы қағазбастылықтың көбірек болуынан болса, екінші жағынан біз мынау диқандардың ішінен біз әлі реттей алмай отырмыз. Осы шаруашылықпен айналысатын сенімді астық шаруашылығын дамыта алатын диқандарды алдын ала жоспарлап білген жағдайда оларға қаржыландыру мәселесін ертерек шешу керек еді ғой. Өйткені көктемде егістік басталған кезде мұнайдың бағасы да, солярканың бағасы, мұнайдың бағасы да өсіп кетеді. Ол кезде жаңа шаруалардың көбісі оны алуға мүмкіндігі болмайды. Екінші, ұрықтар сатып алу керек, егіншілік жұмысын бастау керек. Кейбір диқандарымыз мысалы техниканы жалдап алуға тура келеді. Әсіресе мынау жаңадан дамып келе жатқан ұсақ шаруашылықтарда техникалық құралдар жетіспейді. Сондай жағдайда мынау субсидияның көп кешіктірілуі егістік жұмыстарының науқанды нағыз уақытында басталу кезіндегі жұмыстардың бәріне бөгет болатыны түсінікті. Бұл өзі көп уақыттан бері айтылып келе жатқан мәселе, бірақ әлі де шешімін таппаған. Бұның бір негізгі мәселесі ол мынау ауыл шаруашылығы министрлігі бұл мәселені әлі жүйелі түрде шешудің жолдарын, тетіктерін әлі шеше алмай отыр деп ойлаймын.
Түсінікті. Қайрат мырза, ауыл шаруашылығы министрлігінің тарапынан бір іргелі өзгерістер жасауға деген ұмтылыстар бар. Оны біз көріп жүрміз азаматтардың ниетіне қарап, бірақ сол азаматтардың тарапынан мысалы сіздер сияқты, мына Ермек ағам сияқты азаматтар шақырып, пікір алмасып, осындай жағдайлар болды ма? Жоқ, ондай мәселе көп бола қоймайды. Өйткені ауыл шаруашылығы министрлігіндегі көмір қателік, жалпы біздің мынау министрліктер тарапынан қателіктердің көбісі кабинетте отырып жасалады, жоспарлардың барлығы, қағаздардың барлығы нағыз тиісті мамандармен, мысалы түрлі мынау фермерлер одағы деген бар, сонымен қатар жаңағы диқандардың да одағы бар. Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзінің базасында бұл деректердің барлығы бар. Азаматтармен ақылдасып, мысалы қазір мынау үкімет пен халықтың арасындағы ара жікті азайту керек деген үлкен президентіміз де жолдау жасап отыр ғой осындай мәселелерді. Сондықтан бұл мәселені бір жүйеге келтіретін жолдар бар. Жақсы мықты мамандар бар, жақсы ғалымдар бар осы мәселемен айналысады. Сонымен қатар жаңағы қоғам қайраткерлері де бар, осы іспен айналысқан, істің жөнін білетін, қалай шешудің жолдарын айта алатын. Жақсы, рахмет. Көп рахмет. Ермек аға, өзіңізге де осы сауалды қойғым келетін. Не себепті мысалы сіздер сияқты одақтар, мәселен, бірігіп министрлікпен жұмыс жасамасқа, өзіңіз айтып отқан ұсыныстар бар, мысалы, бүгін барып атқан фермерлер. Мүддеміз бір ғой біздің? Әрине, мүддеміз бір. Біз кездесу өткізіп жатырмыз. Жаңағы көктемгі дала жұмыстарына енді тоқтала кететін болсам, қаржы мәселесі бүгінгі таңда әлі шешімін тапқан жоқ деп айтуға болады. Өйткені мынау қазіргі бөлініп жатқан қаржы негізінен наурыз бен сәуір айларында бөлінеді. Ал оңтүстік өңірлерде қаңтар айында, ақпан айында көктемгі егіс дала жұмыстары жүріп жатады. Ол ақша кешігіп беріледі. Неге бұл ақшаны біздің тарапымыздан талай айтылды, кездесулерде де айтылған болатын, мынау жылдың басында бермеске. Көбі тұрып айтады, ақшаны толықтай игере алмаймыз, игеру керек деп. Ал онда бұлар енді финансистер бар ғой, олар біледі ғой. Не бір тәсілдері бар ғой. Келесі жылға неге ауыстырмайды онда? Игерілмей қалған ақшаның келесі жылға ауыстырылсын, қалсын. Мынау солтүстік өңірлерге наурыз айында бөлген, өйткені о жақта кешірек басталады ғой, көктемгі егіс дала жұмыстары. Мынау оңтүстік өңірлерде ерте басталады, соны қарау керек. Соны қолға алу керек. Сосын мысал ретінде айта кетейін, алдында Қазагро болды, қазір оны Байтерекке берді. Қазагро болып тұрғанда айтатын, біз қаржыландыру жұмысымен қарқынды айналысып жатырмыз көктемгі егіс дала жұмыстарын. Мына соңғы жылдарға мен сараптама жасадым, қарап отырсаңыз, жаңа айтып өттім ғой, 278 мың шаруашылықтың ішінен алып атқаны, сол 2400-2500 шаруашылық қана алып атыр. Ірілері. Ол дегеніміз 100 адамның біреуі ғана алып атыр деген сөз. Бірақ пайыз. Оны қалай ауыз толтырып айтуға болады. Менің де алғым келеді, ондай қаржыны сіздің де алғыңыз келеді. Өйткені кіші буын, орта буынға, кіші буынды айтып тұрғанда, орта буынға да бұл қол жетімсіз ғой. Өйткені бұның талаптары өте қатаң. Жерді алмайды, ауылдағы үйін алмайды, ауылдағы техникасы бәрінің ескі, басқа ештеңе кепілдікке алмайды. Сосын кепілдік саясатының өзің бұның айтады, повышающий коэффициент деп. Соны бұлар қолданады. Ақыр аяғында ірі шаруашылықтар ғана алады. Бұл дегеніміз жылда алып жүрген шаруашылықтарға ғана қол жетімді. Ірі шаруашылықтарға. Қалғандарына қол жетімсіз. Сондықтан да ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан қазір Байтерек болды. Бұған түбегейлі өзгерту керек. Енді біздің өмірден алған тәжірибеміз бар, жалғыз мен емес, басқа үлкен кісілер бар, айтып отырмыз ғой. Сол тәжірибеге сүйене отырып, өйткені ол ақшаның көктемгі дала жұмыстарын бітіргеннен кейін ол ақшаның, шын айтқанда, ақшаның артықшылығы жоқ, бірақ ақшаны уақытында беру керек. Жақсы.
Жақсы. Көп рахмет Ермек аға. Өкінішке орай бізге берілген уақыт осымен тәмам болды. Біраз мәселе көтерілді. Болашақта айтылған мәселелерде шешіледі деген үміттемін. Өйткені жаңа айтып өттім. Ауыл шаруашылығы министрлігінің енді бүгін әріптесім айтып жатыр ғой, фермерлермен алдын ала жоспарланған екен деп кездесу, иә. Сіздердің де тараптарыңыздан жеткізіледі деген сенім мол. Сондықтан әлі талқылаймыз студияда. Ал ардақты ағайын, біз өздеріңізбен келесі жолы кездесетін боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.